Қазақстанның 12-ші азаматтық форумының аясындағы подкаст студиясында жұмысымызды жалғастырамыз. Біздің студиямыздың келесі қонағы Әбдіраш Абылайхан Әбдікерімұлы, Қазақстанның медициналық жастары республикалық қоғамдық бірлестіктің басшысы. Қош келдің. Қош көрдік. Абылайхан. Енді бүгін біздің талқылайтын мәселеміз өте бір өзекті деп есептеймін. Өйткені енді мемлекет басшысы президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі енді анау үлкен мінбелерден талай айтып жүр осы проблемаға байланысты. Тіпті өзінің былтырғы жолдауында да айтты, оны биылғы жолдауында да тағы айтып жатыр. Өйткені енді қоғамға тарап кеткен бір бұл ауру, бұл лудомания деп аталынады. Енді лудомания деген бұл енді қазақшаға аударған кезде менің ойымша ойын құмарлық па, солай деп салыстырмалы түрде айтуға болады. Енді ойын құмарлық деген термин бұрын біз көп айтпайтынбыз. Мен енді кеңес үкіметінің кезінен өмір сүріп келе жатырмын ғой, сондықтан ол кезде бізде ондай термин болған жоқ, ондай ойда болған жоқ ешкімде. Енді жалпы Абылайхан осы өз сөзімізбен енді бізді көріп отқан көрермендер түсіну үшін лудомания деген ол не? Қалай түсіндіруге болады? Сұрағыңызға рахмет. Көрермендерге тағы бір рет ассалаумағалейкум дейміз. Айтайын дегенім, жаңағы өзіңіз де айтып кеттіңіз, ойымыз бір жерден шығып отыр. Яғни баяғы совет үкіметі кезінде меніңше сіздер азартник деп айтатын едіңіздер, де? Ол бірақ бірең саран кісілер анау картаға беріп кетті, немесе жаңағыдай. Ол кезде казиноға доступ бар ма, жоқ па, білмеймін, бірақ та көбінесе картамен, немесе казино деген жоқ қой. Арик, шалик, малик деген секілді базарға барғанда ауданып қапты, бірақ аузы бір күйді. Ондай болды. Аузы бір күйді үрлеп ішеді жаңағыдай. Бірақ меніңше көбінесе картадан басталатын. Ол нені білдіреді? Баяғы кезге қарасақ, бірінші кезекте ол мықты идеология. Жаңағыдай азартниксің. Азартниктің өзі іштей өзін айыпты сезініп жүреді жаңағы. Мен дүниені осыған тықтым, немесе жаңағыдай басқа да қоғамдағы кісілер ол азартниктен бойын алшақтау ұстайды, себебі жұғатынын біледі да, жаңағыдай. Басқаларды ертеге ететінін біледі, немесе басқалардың дүниесін оған алып тығып жіберуі мүмкін екен довериясына, оны заранее алдын ала қоғамда оған деген бір иммунитет дейміз бе? Қалай? Арнайы бір деңгейде иммунитет бар еді. Бертін келе қарасақ, қазіргі таңда мынау өзіңіз айтқандай Қасым-Жомарт Кемелұлында цифровизация дамыған сайын жолдауында айтып кетті ғой. Оның да төндіретін қауіптері де күшейе түседі жаңағы кейбіріне. Қазіргі таңдағы лудомания осы бір цифровизация заманының, цифровизацияның дамығанның бір жанама эффектісі, немесе жанама побочный эффект дейді медицинада. Жаңағы кері әсері деп те қарастыруға болатын шығар. Себебі бірінші кезекте лудомания енді ол жалпы індет, бірақ та лудомандар, яғни азартниктер. Сіздер жоғарыда айтқандай баяғыда тек қана карта болатын болса, ал қазіргі таңда ақша тігіп ойнайтын ойын түрлері өте көп. Өте көп. Кез келген затты, мысалы, осында ішіп отырған суды да бітіп қойып, азартпен мына судың ішінен қайсынан напиток шығады деп ақша тігіңдер деген секілді. Бірінші кезекте ол онлайн казино сайттары, жаңа жастарды еліктіретін. Одан кейін әлеуметтік желілерде өте көп. Онлайн казино, қазір оған тағы да тоқтауға кетеміз. Одан кейінгі мәселе, қазіргі таңда енді қаржы мониторинг агенттігі жақсы әрекет жасап көптеген казиноларды жапты ғой. Ол қалай жапты? Баяғыда лотерейный бизнес деген окетпен компания ашып, кісілер мынау компьютерлер қойып қояды, бірақ та ол лотерейный, жүлделі лотерея секілді көрінгенімен, мына компьютердің ішіне кірсең, түрлі казинода бар ойынның барлығын саған компьютерден доступ алып береді. Жаңағыдай жасырын түрде жасалынған казино клубтар мен лото бизнестер өте көп еді. Өзіңізде байқаған шығарсыз, осыдан бір
3-4 жыл алдын мынау дүкендерге кірсеңіз аппарат тұратын еді, Иә, сағат иә. автоматик деп тұратын. Қазір де бар. Олар енді қазір қай жерде бар екенін мысалы қаржы мониторинг агенттігіне хабарласақ, олар барып жауады оны. Себебі олар анықтағандай, олар лотерейный аппарат деп тіркеліп, ішіне казиноның ойындарын салып қойған екен. Жасырын түрде. Соны қазіргі таңда көп жерлерден алып тастап, жауып, конфискация жасады десек те болады. Бірақ та енді тақырыбымызға оралатын болсақ, сол бірінші кезекте қолжетімділік күшейіп кетті деп ойлаймын. Цифровизация дамыды, жастардың арасында ақша, сенің 10 теңгең болса да, 100 теңгең болса да, бірінші кезекте осы онлайн қолымызда телефон бар, онлайн казино бар. Одан кейінгі мәселе жаңағы арнайы бөлмелер жасырын түрде жасалынған. Кейінгі этапта қазіргі таңда одан да қызық жастарды еліктіретін мынау прямой эфир, тікелей эфирлер бар ғой. TikTok'та, Instagram әлеуметтік желісінде. Сол жерде бетін жасырып қойып отырып, мына санға ақша тігіңіз. Қазір мен осыған тиын тастасам, қайсысына түссе сіздің каспиіңіз өздері жаңа параққа жазып отырып адамның, енді ол жерде басты мәселе адамның ішкі, қалай айтсам екен, қызғанышы, жаңа жадность дейді ғой адамның несі, одан бөлек тез жетістікке жету мәселесі, мәселе, қаржылай мәселе туындағанда сол мәселені шешудің бірден бір көз ретінде қарауы, мынау азартный ойындарға, құмар ойындарына ақша тігіп, сол қаржылық мәселені құмар ойындар арқылы шеше аламын деген секілді ойлар туындауы алып келіп жатқан шығар. Тез арада байып кетем дейді. Тез арада байып кетем дейді. Осы мәселе қаяқтан шығып отыр? Оған да үңіліп қарайтын болсақ, осы жақында байқаған боларсыз, қаржы мониторинг агенттігі тамыз айында 34 блогерді ұстады. Оның ішіне 11-ін жауапқа тартты. Қалған 23-ін Мәдениет және ақпарат министрлігіне сведения жіберді, осылармен шара қолдану бойынша тікелей мәліметтер жіберді. Себебі инфлюенсер болып тіркеледі олар. Олар қалай жасайды? Олар жастарды қызықтыратын контент түсіреді, түрлі видеолар, түрлі ойындар, әліге құмарлық емес. Бұл жастардың аудиториясын жинау мақсатында. Тарту. Бірақ құмарлық туралы тартпайды басында. Сосын 100 мың, 200 мың, 300 мың жазылушы оған жазылады. Оның контенті қызық. Оның ішінде біз фильтровать ете алмаймыз. Үйдегі жаңағы еңбектеген баламыздан еңкейген шалымызға дейін отыру мүмкін. Оның жазылушысы болып. Сосын ол бір күні оған түрлі казинолар, онлайн казинолар, егелер шетелде отыратын агенттер арқылы шығады. Сен осында бір сілтемені өзіңнің сторис дейді, жаңа сторисіңа салып берсең, немесе телеграмға салып беретін болсаң, біз саған қомақты қаржы. Мысалы 1 миллионнан 100 миллионға дейін, немесе миллиардқа дейін определенный өздерінің жазылу санына байланысты ұсыныс тастайды. Олар ары-ойланып, бері-ойланып қараса, ешкімге зиян вроде тигізбейтін сияқты, өзінің жұмысын жасап жатқан секілді. Бірақ та ол жерде ол қаншама адам оны оқып тұрған екен, оның ответственности бар еді ғой. Мысалы, бірінші кезекте мынау қазақ блогер болдың ба, қазақстандық блогер болайық. Сен қазақстандықтарға жаның ашу керек қой. Мен қаншама блогер танимын, қаншама соблазн болса да, жаңағы еліктеуші, елітуші суммаларды айтса да бас тартқан өзінің ішкі принципімен. Өкінішке орай кейбір блогерлер ол принципті ұстанбайды да, жаңағыда баяғыдай бар еді, мақал есектің артын жусаңда мал тап деген секілді, мынау есектен басқа жуатын нәрселер болып тұрса да, әлі де сол қадамдарға барып, ақшаның етегінде кетіп, мынау өзіміздің азаматтарға жаны ашмайды. Ол жерде жарайды өзіміздің үлкен есті азаматтар, бірақ та балалар, мектеп жасында оқушылар, оның да жазылушысы ғой. Оған ақша салу өте оңай. Олардың схемасын қараңыз. Сілтемені сторисқа салды ғой. Сосын ол адамдармен жұмыс жасау керек. Осы сілтеме тек қана телеграмдағы группаға жібереді. Онлайн казиноға прямой кіргізбейді. Сосын телеграмға жібереді, телеграмда определенный лудомандардың сообществосын өздері жасап алады. Вот сол жерде басталады. Мысалы, мынандай схема, бір кісінің суретін жібереді, міне қолында бір бума ақша, мен осындай схема арқылы көтердім. Оны оқып отқан бала бір күн қаржылық
мәселе туындап қалады, қай жақтан аларын білмейді, сол кезде телеграм каналға кіре бастайды, қарызға ақша алуы мүмкін, немесе түрлі жолдармен. Мен ойлайтыным, осы соңғы кездері белең алып кеткені осы ақпараттың өте тез таралуы, ақпараттың қолжетімділігі, сонымен қатар мына өзіміздің азаматтардың, өзіміздің жастарға, өзіміздің қазақстандықтарға жасап жатқан қастандығы деп білем. Себебі ақшаны олар шетелде отырған онлайн казиноның бастықтары мынау ол бірде-бір қазақстандыққа жаны ашып отқан жоқ. Ол біздің жастар өсін өнсін деп жатқан тек қана ақша алу, материалдық құндылықты ойлап, бірақ соларда қаншама психолог жұмыс жасайды екен, қаншама идеологтар жұмыс жасайды. Мынау Қазақстанның жастарына қандай сценариймен кіріп барсақ, вот сол сценарийді алады, блогерлерге беріп отырады. Сен осылай саласың, осылай саласың. Осы тұрғыда Абылайхан сөзін бөлейін. Мынау жаңа біз айтып отырған кеңес үкіметінің кезінде идеология мықты болған. Сен ол кезде міндетті түрде жұмыс жасауың керек. Жұмыс істемесең, тіпті салық төлейтінсің. Налог на безработных, бездетных деген сондайлар болған. Жаңағы сен қоғамға идеологияның күшімен сен қоғамға пайдадан басқа ештеңе жасамауың керек. Сондай идеология болған. Демек, біздің Қазақстанда осындай идеологияның қазір жоқтығы, енді мынау ақпараттық түсіндіру жұмыстары деген, анау-мынау деген ондайлар бар ғой, енді жасалынады. Бірақ түпкі негіз сол идеологияның жоқтығынан деп айтуға болады. Жаңағы сенің өзіңнің айтып отқан мысалдарыңның өзінен де сондай қаралады. Сосын бір мәселе жаңағы бұл негізі адамның ауруы ма, әлде жаңағы күнделікті үйреніп кеткен заты ма. Сосын жаңағы бір сөзіңде айтып қалдың, бізде өзімізде, халықтың өзінде сауаттылығы жоқ, медиа сауаттылығы жоқ. Біз келіп түскен ақпаратты дұрыс талдай алмаймыз, сыни түрде қарамаймыз сол ақпаратқа. Ол қаншама жаңағы өзің айтып отқан онлайн казино дегендер басқа да бәрі келіп жатыр, мына телефонмен күнде жаңағы көріп жатырмыз, естіп жатырмыз деген алданып қаламыз. Соның бәріне ақыр соңында келіп алданатын өзіміздің қазағымыз сонда алданып қалатын. Сонда жаңағы идеологияның жоқтығы, бір біздің сауаттылығымыздың жоқтығы, екі, ол біздің сол сауаттылығымыздың жоқтығын аналар пайдаланады, жаңағы айтып отқан блогерлар ма, басқалар ма, жаңағы сол ойындарды ұйымдастырушылар, олар байы, олардың мақсаты. Басқа жағынан өте дұрыс айтып отырсың. Олар Қазақстанды, елді, қоғамды, жастарды ойлап отқан олар жоқ. Бірақ басқа да біздің еліміздегі институттарға қарағанда олар мықтырақ зерттеп тастаған жастардың ойын. Соған сәйкес сценарий жіберіп отырады. Бұл шынымен де солай. Себебі кейбір онлайн казиноларға кіретін кезде опрос өтеді. Түсініңіз бе, анкетирование жасайтындар бар. Олар не үшін? Мынау зерттеу мақсатында жастардың ойғанды. Сонымен қатар әрбір сайтқа кірген, әрбір онлайн казиноға кірген жастардың действиясы биг дата дейді ғой, большие данные қазір. Соған жиналып отыра береді. Мынау осынша жастан кірді. Біз мысалы телефон баламызға берген кезде тебе 18 лет нет деген жерде немесе дата күнін жазып қоямыз, ең алғаш қосқан кезде соның барлығы фиксировать етіліп отырады мына сайтқа кіргенде. Так, бізде Қазақстанда мына блогерден осынша жастағы жастар кіріп жатыр. О, молодец. Мынада 18 жаста бар, мынаған үлкен кісілер. Бәрін зерттеп, талдап, и соған сәйкес сценариймен обратно өзімізге ұсынып отырады. Себебі ақша. Енді бағана сөзіңізге тоқтала кетейік, еңбек мәселесі. Өте толық келісем. Бір жағынан қарасаңыз, өзіңізде мойындайтын шығарсыз, баяғыда ақпарат шектеулі түрде кіретін еді. Оның жарайды, біз ешкім одан танымсыз болып, ешкім одан білімсіз болып қалған жоқ.
керісінше айту мүмкін, баяғының кісілері білімге құштар болып көп ізденіс болды. А қазір бізде информационный ақпараттық былай перебор. Керек ақпаратты да, керек ақпаратты еместі де таңертең ұйқыны ашқанын миды толтырып тастай береміз, дұрыс па? А сіздердің кездеріңізде фокус бір жерде болды. Сен жұмысқа барасың, тыңғылықты істеуің керек, қажетті ақпаратты энциклопедияны ашасың, оқып аласың. Ақпаратты табиғаттан жинайтын шығарсыздар, бірақ визуалды ақпарат, жаңа түрлі көздер бар ғой, иіспен, көзбен, құлақпен деген секілді. Бірақ қазіргідей изобилие ақпарат, жаңағыдай ақпараттың молгершілігі немесе артықшылығы жоқ еді бірінші кезекте. Оны не үшін айтып жатырмын? Қазір әлеуметтік желіге кірсеңіздер, адамдар өзінің қиын өмірін салатындар кемде-кем. Көбіне жаңа көлік алғанда, жаңа үй алғанда, жаңа жетістікке жеткенде, немесе жастардың өзімен қатар жастар әкесіне, анасына үй әперіп жатқан видеоларын салады, қымбат көліктер, немесе біреудің келіншегі шетелде жүргенін салады. Оның бәрі айналып келгенде қалай? Өзіміздің адамдарға, менің ойымша, тревожный синдром дейді ғой, нереализованность, жаңа адам өзін өзі дамытпаған секілді, басқалардан қалып бара жатқан секілді, үнемі іште үрей тұрады. Біреуден қалып баратсың, өзіңмен жасты азамат жаңағыдай үй алып беріп жатыр, өзіңмен жасты азамат келіншегін қыдыртып жатыр. Менің ойымша жаңағыдай коррупцияның да көптеген соблазнларын дамып кеткенде осы біздің ақпараттық фильтрдің жоқтығынан болар. Текке менің ойымша Қытай немесе Америка сынды алып мемлекеттер барынша мына ақпаратты фильтрдан өткізуге тырысады. Мысалы, Қазақстанда досып берілген TikTok Өзбекстанда, Америкада уақытша тоқтатып тұрды. Өзбекстанда қазір де істемейді, Америкада жақында рұқсат берді. Енді экономика жағына мән беріп жүр. Бірақ та оның түбінде сіздің айтқандай идеология жатыр. Себебі жастар расфокус. Мысалы, жұмысына барған кезде басқа проблеманы ойлап тұрады. Проблема келген кезде істелінбеген жұмысы есіне түседі. Сөйтіп жүрген кезде нәтиже жоқ. Салыстырып отырмыз ғой жаңағыдай, баяғы кез бен қазіргі кез деген. Яғни екеуміздің арамызда бір алшақтау жас бар. Сол секілді менің көзқарасыммен айтып жатқаным ғой. Соңғы зерттеулер бойынша, мысалы, баяғыда сіздердің кездеріңізде 40-45-ке келген кезде феномен среднего возраста бар ғой, кризис среднего возраста, орта жастың кризисі. 40-тан 45-те болатын болса, қазіргі таңда оның жасы бір 30-25 жаста болады екен. Неге? Себебі мынау бірінші кезекте нәтижеге ұмтыла отырып, нәтиженің артынан қуалап, мынау баяғы адамдар 40-та бірінші үйлі болса, жаңа көлігін 40 жасқа келгенде ақша жинап алатын болса, қазіргі жастар кредитке ұрынып, немесе жаңағыдай ақшаны көтерем деп түрлі ойындарға салып, сол нәтижеге жету жолында ұлдаман болып шыға келді. Ұлдаман, себебі бағанағыдай ғой. Мысалы, біреудің әйелі айтады, мен әйел деп қазір қыздарға тіл тигізуге қорқып, біреу үйінде айтуы мүмкін. Мен шетелге барамын, барғым келеді. Қараш, мынаның семьясы шетелде жүр екен. Анау айлығы 200-300 мың. Ол айтады, түсіндіріп, бір айтады, екі айтады, бір күні қараса, настроениесі жоқ бола бастайды, көңіл күйі жоқ, үйде атмосфера бұзылады. Кейін ақша табудың түрлі жолдарын іздей бастайды. Бұл жастар, балалардың емес, орта жастардың да, мысалы. Ол не істейді? Бір күні қараса, жан жұрықта телефонға кірсе де, айналаға қараса да, бүкіл жерде жарнама. Хочешь осындай өмір сүруді, 1000 теңгемен кіріп көр, 10 000 теңге. Басында бәрі жақсы басталады. Көп жағдайда сондай да. Дуракам везет деген секілді, басында күшті басталады. Қараса көтеріп жатыр, жаңа телефон әперді. Бірақ соның жаңағыда біз қанша биік, бірден қанша биік көтерілсең, сонша терең қойсын деген секілді, олар бірден көтеріліп, көбіне араны ашылып, адамның аран қалтасы деген бар ғой. Медицинада ол ешқашан тойымсыз аран қалтаны ашылып, жаңағыдай бір ғана кішкентай ғана себептен басталған мәселелер түбінде үлкен құлдырауларға алып келуі мүмкін. Бірінші кезекте өзіңіз айтқандай, сіздер кезде роль модель болды, формула болды. Сен определенный уақыт осы жерде жұмыс жасайсың. Осы жұмыстан кейін осы этапқа өтесің, гарантированно осы этаптан кейін. Себебі бүкіл адам
сол этаптармен сол немен өмір сүрді. Қоғамда ешқандай бірін-бірінен асып тасып отқан ешкім болған жоқ. Бәрі бірдей. Бәрі бірдей. Жаңағыдай айтады, ол дымға пайдасыз, сен асып баратсың, керісінше саған басқаша көзқараспен қарау. Айтып тастайтын тіпті асып баратсың деп. Иә. Роль модельдер болды қызығатын. Жақсы роль модельдер. Сіздер мәдениет қайраткерлеріне қызықтыңыздар. Жазуға қызыққан адам, мысалы ол кездің Шахановын алайық, біздің Мұқағали атамызды алайық, кез келген жазушы, қоғам қайраткерлерін алсақ та, олар өзіне деген халықтың жүгін біліп, халықты жаман жолға бастаған жоқ. Олар мысалы Удамания туралы өлең жазған жоқ ешкім ол кезде. Удамания туралы пост жазған жоқ. Статья, пост, қазіргілердің посттары, былайша айтқанда жазушылардың статьясы, мақаласы ғой. Ешкім газетке картаны мақтап жазған жоқ. Себебі оларда ответственность, мынау елімнің, халқымның алдында деген өзінің жауапкершілігін түсінеді ғой. Ал қазіргі біз жастардың қызығып жүрген роль модельдері өкінішке орай жаңағы жазылым саны көп кісілер, популярны кісілер, оның ішінде әншілер де болуы мүмкін, әртістер де болуы мүмкін. Олардың бір ответственность сезіну алу керек деп ойлаймын. Дұрыс қой, өйткені бәріміз де біз қоғамның мүшесіміз ғой. Олар да қоғамның мүшесі, жастар да қоғамның мүшесі. Біз енді бұл жерде менің ойымша жаңағы жалпы біздің Қазақстанның даму тарихымызды алып қарайтын болсақ, бізде вообще бұндай нәрселер ойымызда да болған жоқ қой. Қазақ деген тіпті үйіне құлып салмаған. Әшейін бір ағашты тірей салады, мал кіріп кетпесін деп, мысалы. 7 жарғымыз бар. Би шешендердің қалдырып кеткен мұрасы бар. Әр мәселе бидің өкімімен шешілетін. Би қалай айтса, сол болады. Би айтты деген сөз, ол демек халық айтты деген сөз. Ол халықтың атынан сөйлейді. Бізде қазір сондай болмай тұр да. Тәртіп қой былай қарасаңыз. Иә, тәртіп, жүйе, идеология, роль модельдер, осының бәрі қазір бізде болғанның өзінде жұмыс істемей тұр бұл. Бермейді. Бізге керекті нәтижені бермейді. Президенттің де айтып отқаны сол ғой. Бұл енді қоғамдағы ауру, енді былайша алып қарағанда. Өйткені өте көп, сен алғашқы сөздеріңде де айттың, көп өте, масқара көп. Тіпті сондай ойын құмарлықтың негізінде кесірінен, лудоманияның кесірінен енді қаншама отбасылар айырылысып жатыр. Ол проблема да бар мысалы. Сол ойын құмарлыққа айналысып кетіп, баран деп жаңағы кредитті де ала береді, әйелінің атына да алады, өзінің атына да алады, әкесінің атына да алады, шешесінің атынан да алады. Соның бәрін мен енді бір әңгіме естідім, Абылайхан. Мен 15 шақты жыл бұрын ол кезде казиноның казино барлық жерде болатын. Любой Қазақстанның қаласының бәр жерінде болатын. Заң шықпай тұрған кезі ғой. Заң шықпай тұрған кезі, әсіресе Алматыда енді қатты дамып кеткен. Сонда өзінің еңбегімен жаңағы аққан терісімен тапқан ақшасын енді білмеймін, өтірік па рас па білмеймін, 50 миллион доллар екен. Сол 50 миллион долларды жаңағы азамат казиноға жаңағы әптен бір барады, екі барады, олар жаңағы не сияқты әптен тартып алады ғой. Сөйтіп жаңағы ақшасынан айырылады екен. Бір 4-5 жылда ма сөйтіп оны жаңағы бір таныстары Алматының бір базарында көреді екен, тачка айдап жүр екен. Көрдің, анандай деңгейден анандай деңгейге түсіп қалған.
енді сол история секілді өзім мысалы жастардың арасында өзімнің досымның оқиғасын айтып берейін. Біз студент болып түскен кезде жаңағыдай өте жақсы оқитын, алтын белгіге бітіріп келген, атын айтпай ақ қояйын, бір досымыз болды. Жаңағыдай енді басында футболдан басталады бәлем бәрі. Ол кезде мына онлайн казино деген аз еді. Ақшаны 2013-15 жылдарға ақшаны барып тігетін тотализаторларға. Сол жерде отырып ставка қоятын. Қазіргі таңда онлайн казино өте дос болып кетті. Сіз айтып отқан мысалы казино қазіргі таңда живой. Ол былай көп адамның несі бара бермейді ол жерге баруға. Олар оны білді де құрбысы жетпейді. Өзінің ішкі жігері жетпейді. Олар көбінесе 1000 теңгеден басталатын, 500 теңгеден басталатын, салымнан бастайтын онлайн казиноларға кіріп жатыр. Живой казинода определенный 50, 100, 500, 1000 доллар деген фишкалардан басталады. Ал енді жаңағы оқиғаға оралсақ, сол досымыз келді, осы шет қаладан, Астанада бәріміз жиналдық, медицинада оқып жүрміз. Басында жақсы оқиды сабақты, арадан өте келе ноутбук сұрау басталды. Мысалы, сіздің ноутбугыңызды презентация жасауға бере тұршы. Мен презентация жасап алайын дейді. Сонымен бөлмеңнен ақ кетеді. Ол жігіт екінші адам ноутбугын ақ кетеді. Білмейміз ғой енді. Қашан қайтарасын десең, бітпедім әлі презентацияны, құжаттарым бітпедім деген секілді тартып отырады. Кейін нақтыланғандай, ол көптеген баланың ноутбугын алып ломбардқа өткізіп жүрген ғой. Одан түскен ақшаны, енді ода да арам ой болғанда, ол ойлады ғой жаңағыдай, мен қазір осы кішігірім ақша алып тұрсам, тастаймын да, адал дос, ананы шығарып аламын. Онымен енді өте керемет жастығымыз өтті ғой, жаңағы студент кезде бірінші, екінші курс. Одан кейін сенім бар, доверие бар. Сөйтіп отқан кезде көптеген адамның жастардың ноутбугын тастай жүрген ғой. Уже балдар қоқан-лоққы көрсете бастаған. Сосын ол басқа қалаға ауысып кетті. Кейін арадан біраз күн өткен кезде жаңағы ноутбугымды қайтар деп звондаған жігіттерге бір әйел звондайды, жылап. Не істедіңдер сендер деп. Сөйтсек баласы өкінішке орай біздің досымыз өзіне өзі қол сап қойыпты. Жаңағыдай. Ол біздің өзімнің жанымда болған шын оқиғады. Себебі жаңағыдай басында кішігірім айтпесе мен айтпас едім, бір нәрседен қатты қиналып жүрген. Бір тізбек осындай салдарға әкелді де, жаңа бір ноутбуктан басталады, ақша керек болады, аш бала емес, білімсіз бала емес, алтын белгіге бітіріп өз күшімен медицинаға түсіп отыр. Бірақ та жаңағыдай кейде қоғамның әсері, қасында достардың әсер етті ме, оны белгісіз. Екінші бір досым, әлі үй жоқ, бірақ та мен білем, оның студент кезде бір үйден көп ақшаны соған тігіп жүрген. Бірақ та осы көптеген примерлерді көріп отырғанымда, жаңағы лудомания емделеме, аурума деген секілді сұрақ туындап тұр. Мен өзімше, менің ойымша, лудомания жалпы бұл азарт гені дейміз бе, темперамент па, ол жақында пайда болған зат емес, ол баяғыдан бар. Сіздердің кездеріңізде оны жасанды түрде басып отырған болуы мүмкін, түрлі шектеулермен үлкен машина жұмыс жасады да, идеологиялық. Қазіргі таңда тәртіп жоқ, емін еркілік, жүйе жоқ, жаңағыдай бірінші кезекте жаңағыдай контроль бақылау жоқ. Әсіресе көбінесе жастар осы үлкен қалаға келген кезде ата-ананың бақылауынан, контролінен кетіп не істеп отырады. Менің жеке ойым, ол азарт баяғыдан келіп жатқан нәрсе, көбінесе әр адам өзінің болашағына, өзінің қасындағы адамдарға, өзінің отбасына жауапкершілікті сезіне біліп, саналы түрде бас тартпаса, оны 1000 күн емдесең де, 10 жылға қамбасаң да, ол шығам деген адам 10 жылдың соңғы күнінде шығып ставка тігеді. Енді Абылайхан, біздің уақытымыз тәмамдап қалды. Әйтпесе бұл өте өзекті мәселе, алғы сөзімде де айттым. Сондықтан осы Қазақстанның азаматтық форумында талқыланып жатқан осы үлкен мәселені мен өзім қолдаймын. Өйткені әңгіме сөз болады, тиісті ұсыныстар, шешімдер қабылданады деп есептеймін. Тиісті мемлекеттік органдарға жіберіледі осы ұсыныстардың бәрі. Әрине, қоғам болып бәріміз кіріспесек бұл мәселеге, оны
жеңу өте қиын деп есептеймін. Сондықтан сөздің соңында мен де азаматтық форум біздің азаматтық өзіміздің ұстаныммен жасаған 1-2 жобамызға қысқаша мәлімет беріп кетейін. Біз осыдан 2 жыл бұрын әліге дейін жалғасып келе жатыр Абай Ақниет атты жоба бастағанбыз. Яғни республика көлемінде осы алаяқтарға қарсы лудамандарды насихаттайтын блогерлерді біз жаңағы онша жақтыра бермейміз, соларды әшкерелейтін команда құрдық. Яғни осындай подкасттар арқылы, түрлі видео контенттер арқылы біз TikTok саласында, Instagramда, YouTube'да 3 блогер өсірдік. Олар казино рекламировать еткен блогерді алады да мазақ келеке етеді. Мына қараңыздар, мынау жастарға жаны ашымайтын блогер. Себебі мынау сілтеме деп арнайы монтаждап көрсетеміз. Ол жақсы бір эффект берді. Одан кейінгі мәселе осы біздің азаматтық бастамамыз, жобамыз мынау қаржы мониторинг агенттігіне мен бірге меморандум, яғни бұл жобамызды мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асты ғой, Абай Ақниет жобасы. Біз жоба барысында қаржы мониторинг агенттігімен де қатар жұмыс жасап, осы соңғы өзгерістер бар ғой, бірінші кезекте штрафты енгізді. Қазіргі таңда әкімшілік штраф деген жаңа әкімшілік құқық бұзушылық. Жақында мынау АФМ-нің төраға орынбасары, қаржы мониторинг агенттігінің төраға орынбасары Қайрат Бижанов ағамыз да жақсы айтты, жаңағыдай алдағы уақытта ұсынып жатыр. Осы онлайн казиноны жарнама жасаған блогерлерді енді қылмыстық жауапкершілікке тарту. Ол тәртіп керек. Ол тәртіп керек. Сонымен қатар біз өзіміздің азаматтық тараптан біз қолымыздан келгенше жаңа әшкерелеу керек. Себебі ол індет. Дұрыс қой енді. Адамдар бәріміз бірлесіп жеңетін. Сол секілді істерді атқарған болатынбыз. Рахмет шақыртуларыңызға. Рахмет Абылайхан. Көрермендер, назарларыңызға сіздерге де рахмет.